Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз шайға өте тәмді булочка дайындаймыз. Оған біз жылы сүт құямыз. Дрожжи қосамыз. Тұз қосамыз. Қант қосамыз. Араластырамыз. Рецепті қанша грамм бәрін описаниесіне жазамын. Мұнда бізде 2 жұмыртқа, соның бір сарысын алып қалғанын. Бір жұмыртқаның сарысын мен жаңа булочканың үстіне жағып алып қалдым. Енді осыны араластырамыз. Оның жартысынан бір араластырып аламыз. Onu da aralastырып болдық. Енді осының үстіне сливочный май құйып жібереміз. Міне майымызбен жаңағы араластырып алдық. Енді кішкене ұнмен етіп жібереміз. Міне тестамыз дайын болды. Енді ол көтерілгенше біз начинкасын дайындаймыз. Начинкасын дайындаймыз. Ұн, сары май, қант керек бізге. Міне майды аламыз да череттаймыз маған. Міне май мен ұнды перетеріп дайындық. Енді осыған қантымызды қосып жүреміз. Міне начинкамыз дайын. Мен тестасы көтерілгенше күтеміз. Міне тестамыз көтерілді біздің. Тестамыз көтеріліп, енді осыны үстіне саламыз. Осы көтерілген тестамызды бөлеміз. Екіге бөлдік, енді 4 тағы да бөлеміз. Міне осыны 8-ге бөлдік жаңағы тестамыз. Каждыйын жұқалап қатайттаймыз. Жұқалап қатайттап аламыз. Тестамызды міне жаңа 8-ге бөлдік қой, соның каждыйын осылай қатайттаймыз. Сосын үстіне начинкасын себеміз. Сосын жаңағының үстіне қоя береміз. Каждыйын қатайттап, міне тонкий қылып, арасынан мынандайларды жағып, бір-бірінің үстіне қоя бердік. Үстіне жақтық, енді үстіне тағы бір теста қойып осылай.
Енді осыны осылай кішкене қатайтаймыз. Енді осыны үшке бөлеміз. Сіздер можете одан кішірек бөлуге. Бөлдік. Енді осыны былай үш бұрыштап қайырамыз осылай. Сосын былай бөлеміз. Сосын ристің үстіне жақсы қоя береміз. Май жағы астына. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып, несіне жағамыз. Сосын духовкаға 180 градусқа 20-25 минут пісіріп аласыздар. Міне үстіне жұмыртқаның сарысымен сүт араластырып жағамыз. Духовкаға 180 градусқа 20-25 минут пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын, менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер.